дәрігер әрқашан енді көмекке жүреді ғой адам баласына. Демалуға Шипайжай Аянға келдік. Жақсы емдерімізді алып жатырық. Сарыағаш ауданында орналасқан екен. Ар жағымыз Ташкент, Өзбек мемлекеті екен. Атырау қаласынан келдік біздер. Осыншама 1000 километрден келгенде жақсы қарсы алып, басшылығы да, баршасы да өте жақсы. Жаңағы грязь дейді, үстіңізді майлап, ыссы балшықпен майлайтыны бар. Сосын жерде құмға жатасыз, құммен кішкене емдеп, мына бүткіл беліңізді, бөтегеңізді, аяқтарыңызға өте жақсы ем жасайды. Құммен осы жерде біршама жақсы ем беретін жерлері бар. Сосын одан шығып жаңағы минералды ваннасы бар, душы бар. Жақсы сол жаңағы неге белге, бөтекеге, электропорез белге. Сондай жақсы көмектер жасап береді. Жақсы емдерін алды енді. Сондықтан рахмет дейміз енді. Өте рахмет басшылыққа. Осындай үлкен саяжай жасап, демалыс орындарын өте тамаша жасап қойғанға өз басымыздың атынан рахметімізді айтамыз. Емімізді жақсы алып, демалысымыз жақсы демалып, жақсы уақытымен тамақтанып демалып жатырмыз. Жақсы мамандар бар екен. Солардың енді еңбектері өте жақсы, зор болсын. Дәрігер әрқашан енді көмекке жүреді ғой адам баласына. Отбасылары аман болсын олардың да. Біздер үшін, халық үшін еңбек етіп жатыр ғой енді. Соларға көп рахмет өз атымыздан айтамыз.